Сәлем достар, сіздермен бірге Sinix Trade арнасы. Бүгінгі видеомызға қош келдіңіздер. Бүгін біз сіздермен бірге британский фунт, австралийский доллар валютный параларына анализ жасап көретін боламыз. Олай болса достар, біз видеомызды бастаймыз. Достар, алдымен біз көпшілік көзқарасына қарап алайық. Нақты трендовый линия қайда кетіп бара жатыр? Бізде көпшіліктің көзқарасы шорт позициясына қарай кетіп бара жатыр. Енді достар, бізде нақты максимальный көтерілген жақты есептейтін болсақ, 2-де 0,72-29-дан басталып, жоғарыға 2-де 0,73-34-ке дейін көтерілген максимальный. Мұндағы көк свеча максимальный көтерілгені. Ценовый котировкадан кейін бұл 2-де 0,73-30 максимальный көтерілгені қайтадан сатушылар бастасады. Мына жерде екі свечаның ұзын тендері бар. Бұл дегеніміз нені білдіреді? Бұл дегеніміз жоғарыда өте мықты үлкен сатушылар тұр төбеде. Мүмкіншілік бермей жатыр. Значит, бұл жерде біз сопротивление деп аймақ сызып аламыз. Бұл жоғарыға шығармайтын ең высший область достар. Мұнда поддержка аймағы болған. Біз алдын белгілеген поддержка аймағы еді. Бұны біз енді сопротивлениеге айналдырып жібереміз. Енді бұл сопротивление аймағы болып есептеледі. Енді достар, бізде шорт позициясына дейін түскенге дейін қанша разворот болды? Соны бірге есептеп көрейік. Мына жерден баға түсті. Мына жерде бір кішігірім разворот болған. Кішігірім остановка болған. Вот мына жерде тағы да остановка болды. Солайынан мұнда қара свечалар түсіріп тастады. Объемдарына қарайтын болсақ, біздегі қызығушылық, шорт позициясында қызығушылық жасыл объемдардан қарағанда қызыл объемдар көп и крупный, үлкен, мықты болып тұр да бұл жердеші жасыл объемдардан қарағанда. Вот достар, бізде өзіміздің остановкамызды белгілеп қояқ. Мен белгілеп жатқан остановкалар достар, бұлар қарсылас аймақтағы остановкалар достар. Мен белгілеп жатқан жер остановка, сопротивление аймағындағы остановкалар. Қазір біз поддержка жағындағы остановкалар белгілейтін боламыз. Вот бізде нақты қарайтын болсақ достар, бізде екі остановка болған. Екі разворот жасаған міне. Поддержка аймағынан екі рет остановка аймағы болған. Вот, мен белгілеп тағы да көрсетіп берейін. Араларыңызда тағы көрмей, білмейтін адамдар болып қалса, міне екі рет бізде остановка болған достар. Көрдіңіздер ғой? Енді достар, біз не істейміз? Дәл осы остановкаға қарай біз өзіміздің поддержка аймағымызды белгілеп аламыз. Теннен бастап өлшейміз және свечаның закрытие жағынан белгілеп аламыз. Өзіміздің поддержка аймағымызды мен уже белгілеп алдым. Енді нақты тағы да қарайтын болсақ, бізде 3 разворот болған. Вот, көрдіңіздер ме? Қазір мен бұлай көрсетейін. Міне бір разворот болды. Мұнда тоқтады. Мұнда тоқтаған аймағын есептейтін болсақ, 2-де 0,67-39-да тоқтады. Мына жерде тоқтаған. Бұл шорт позициясы барып келген аймағын көретін болсақ, 2-де 0,6-700-де тоқтаған уже. Максимальный барған жері сол жер ғана болып тұрды. Ары қарай не істеді? Ары қарай мұндағы поддержка аймағы мықты болғаннан кейін сатып алушы